ішіндегі бір nimet бұл жаңбыр болады. Кеше маған біреу жіберіпті, сіздерге де көріп тұрсыздар. Құда бір күпір сөзді айтты, аспан тесіліп қалды деген сияқты бір сонда бір анекдот жазды. Жаңбырдың әрбір тамшысы Құдайдың рахматын алып келеді. Адам дұға қылған кезде дұғаның нелері бар? Шарттары бар. Қай жерде дұға қылады, қай жерде дұға өтеді. Соның ішінде дұғаның өтетін бір жері жаңбыр жауған кезде дұға өтеді. Жаңбыр жауғанда далаға шығып, шашымызды ашып, бірақ бар болса соны тигізіп, бүйтіп сипап, содан кейін дұға қылыңыз, я Раббым Алла. Өйткені әрбір тамшысын бір періште алып келіп жатыр жерге. Құдайдың бір жақсылығы бар дейді. Адамға берсе, адамдар қашады. Қай жақсылық десе жаңбыр береді. Берге береді, алса береді. Bir Allah rahımымен nurun şaşar, adamlar su olan dep odan kaçar, жаңбырдан тамшысы аузыма түссе екен деп дәрияда балықтар аузын ашар. Сол Алланың тұщы су аузыма Құдайдың рахым түссе екен деп балықтар ашар. Мынау ас мектепте оқитын балалардың көбісі бәрі білетін шығар. Жоғарыдан жерге бір нәрсені тастағанда жерге нағып түседі. Тартылыс күші өнімсе де, тартылыс күші болған үшін жерге түседі. Осы тартылыс күшіде барлық Құдайдың жаратқан нәрсесі мойынсынады. Тоқтайды да. Тек қана жаңбыр мойынсынады. Жаңбыр сол Алланың беріп қойған заңдылығына мойынсынбайды. Неге? Егер Құдай Тағаланың тартылыс күшіне жаңбыр мойын ұсынса, онда аспаннан жерге келген жаңбырдың бір тамшысы күшпен келу керек еді. Тесіп кіріп кетеді екен деп ойлайды. Сол үшін аспаннан Құдай жай қылып жіберіп, жай жерге түседі. Жел тұрма, боран болып кетсе де, жаңбырдың бір тамшысы екі тамшыға аспанда қосылмайды, жерге тимейді. Желмен ұрған кезде, мына жаңбыр итерген кезде, мына тамшыға қосылып, ана тамшы мынаған қосылып, үлкен канал болып ақпай ма? Ақпайды. Өйткені Алла сонда бұйрық беріп қойған бұған қосылмайсың. Жерге тигенде ғана бәрі қосылады бірге. Оған дейін Құдай қоспай кетті. Қараңызшы. Бұл қандай Құдайдың құдіреті? Бұдан артық Құдайдың рахматы бар ма сізде? Сол үшін Құдайдың рахмы жаңбыр жауғанда бір тұрып дұға қыла беріңіз. Мынау жаңбыр сізбен бізге артық болып тұрса, Құдай Тағаланың елшісі пайғамбарымыз бізге дұға қылып үйретті. Жаңбыр қатты жауса, бұны апатқа мына бізге деп тілеуіміз керек. Біреулер мал сойып, Құран оқытып бізге жаңбыр бер деп сұрап жатыр. Құдай бермей жатыр олар. Мұса пайғамбарымыз тұсында жаңбыр жаумай қойды. Ел қуанышылық болып қиналады. Мұса пайғамбарға келгенде Аллах Тағала айтады: сенің қауымыңның ішінде күнәһар бар дейді, сен достарыңның ішінде. Сол күнәсін қоймайынша мен жаңбырды жібермеймін дейді Алла. Мұса алейхиссалам ел достарын жинайтты, сендердің ішінде бір күнәһарың бар. Кім сол шығындар шықпайынша жаңбыр жаумайды? Сол күнәһар сол жерде тұрған. Сөйтіп тұрып айтты: я Алла, 80 жыл күнәда жүрдім. Мен енді қайттым дедім. Кешір. Мені кешір, я Алла. Деген кезде іштей дұға қылды дейді. Бәрі қарапты, Мұса алейхиссалам шықсын деді ғой енді алып. Бері шық күнәһар болды. Жаңбыр өзінен өзі жауды деді. Мұса алейхиссалам таң қалды: я Алла, сен қазір ғана бермейін деп тұр едің ғана күнәһар тапты дегенде, Аллах Тағала айтты: сол тұрған жерде анау күнәһар тәубаға келді деді. Қателігін мойындады, мен оны кешірдім деді. Содан мен күнәмді жаңбыр жауды. Сол Мұса алейхиссалам қайсысы олайыншы деді. Сонда Алла айтты: ей Мұса, 80 жыл бұл адам күнә қылды. 80 жыл мен оны жауып қойдым деді. Енді тәуба қылғаннан кейін саған айтайын ба деді. Ол тәуба қылмай тұрған айтқан жоқ едім мен саған деді. Мен тәуба қылғаннан кейін қайтып айтамын. Сол үшін құрметті ағайындар, осы нығмет, Құдай Тағаланың берген нығметі сізбен бізге бұл
qaytib kelmaytin, o'rni to'lmaytin. Alloh subhanahu va taolo bizga bergan ulug' ne'matlardan